Ардактуу агайын, кадырлуу жерлештер, бүгүн жаңа жыл карсаңында ауылымыз үчүн ерекше күн, ерекше мереке. Бүлдүршүндөргө арналган бала бакчанын ачылуу үлкөн кубаныч, әрі мейрам. Ендеше айтулуу мереке баршаңызга куттуу болсун, кадырлуу жерлештер. Куттуктоо сөз Целиноград ауданы әкиминин орун басары Жаныбек Толкунбек уулуна берилет. Құрмет кошемет. Жаңа жыл құт береке келсін. Қазақстан қасиетті жылы ғой. Құт береке келсін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Үлкен ағаларымыз, апаларымыз, аталарымыз аман болсын, ең бастысы. Тағы да құтты болсын. Мен Шалқар ауылының тұрғыны, Мұқанова Екенболат аты жөнім. Мынау аудан әкімінің мынау халықпен Шалқар ауылының халқымен кездесуінде мынау балабақша ашу туралы мәселе қозғалған болатын. Сол мәселе шешімін тауып, мінекей ауылымызда балабақша ашылып жатыр, өте қуаныштымыз. Аудан әкіміне көп рахмет. Мынау жаңағы ауыл тұрғындары жұмыста отырғанда жұмыспен қамтылып жатыр, ішіне жаңа балабақшаға орналасып. Өте қуаныштымыз, бәрі кетпек.